Мектептегі білім сапасын жақсартуды мақсат еткен семинарда ұстаздар қауымы білім беру, мектептегі басқару мәселелерін талқыға салды. Сондай-ақ семинар барысында мектеп мұғалім ата-ана бірлескен жұмысында озық іс-тәжірибелерді пайдалануға қатысты мол мағлұмат берілді. Алдымыздағы мемлекеттік бағдарламаға кадрлық резерв деген жас мамандарды басшылық қызметке дайындау, көптеген осы соларды жақсы кәсіби білімді адамдардың басшылыққа келуін, соған көп жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бұл педагог мәртебесі туралы заң мәжілісте қаралып жатыр. Соның ішінде осы мектеп басшыларының жалақысын көбейту туралы жақсы мәселелер көтеріліп жатыр. Яғни біз ойлаймыз, жақсы басшы кесе, білімді де білікті, жан жағынан креативті дейді ғой, осы қоғам заманға тай ойланалатын, жұмысты жолға қойылатын басшыларды қазірден бастап тәрбиелеп, соның бір 4-5 жылда жемісін көреміз деп ойлаймыз. Білім беруде мектеп басшысының алатын орны ерекше. Жаңаша басқаруды қалыптастыру арқылы мектептегі білім деңгейін көтеруді көздеген мектеп басшылары өз тәжірибелерімен бөлісті. Бүгінгі семинарға келудегі өзімнің мақсатым семинардан көптеген іс-тәжірибе алмасу, құпиялары деп, табысты құпиялар деп айтылып жатыр ғой семинардың тақырыбында. Сол мақсатта жұмысты алға қарай жетілдіру мақсатында практикадан іс-тәжірибе алмасу болып табылады. Сондықтан біздің алға қойған мақсатымыз білім беру саласындағы үздіксіз алға қарай жетілдіруді дамыту мақсатында басшы ретінде мектебіміздің дамуын алға қарай қалай жетілдіреміз деген мақсатты алға қойып отырмын. Мектеп басшысы болсын, орынбасар болсын, мұғалім болсын, әрқашан ізденіс үстінде болу керек. Яғни оқушы қай уақытта талпынады, қай уақытта қызығады. Егер оған бір таңсық, жаңа дүниені көрсететін болсақ, соған қызықтыратын болсақ, одан белгілі бір нәтиже болады. Яғни дарынды бала дайындау үшін азаматтың өзі де, мұғалімнің өзі де талантты болу керек. Бүгінде Балдәурен оқу-сауықтыру орталығы білікті маман даярлау үрдісін қолға алған. Республикалық семинардың алғаш осы жерде ұйымдастырылуы да бекер емес. Семинарға қатысушылар тәжірибелік тұстардың пайдалылығын айта отырып, аталмыш іс-шараның жиі ұйымдастыру қажеттігін атап өтті. Табысты басшының құпиясы біріншіден ол педагогиканың қыр-сырын білуі керек. Сонымен қатар заман талабына сай әрбір қызметкердің жағдайын, оның мәселесін, оның нені қажет ететінін түсіне білу керек. Біздер енді сол бағытта жұмыс жасап жатқаннан кейін де осы семинарды ұйымдастырып отырмыз. Себебі соңғы 3 жылда орталығымыздың 3 филиалы ашылды. Тез дамыған сайын біз осы жерде маман кадрларды және жас басшыларды дайындап, сол жерлерге басшы ретінде тағайындап жатырмыз. Іс-шара барысында қатысушылар оқытуда сандық технологияны қолданудың тиімді жолдары бойынша пікір алмасып, өз ойларын ортаға салды. Мектеп директорлары жаңартылған білім беру бағдарламасында ең алдымен мұғалім өзінің көзқарасын, әдіс тәсілдерін өзгерту керек екендігі туралы тұжырымдамаға келді. Айжан Ақтаева, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше Ақпарат.